Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз тұшпара дайындайтын боламыз. Пельмени осы бізге 1 килограмм ұн керек және 2 жұмыртқа керек. Ұнымызға жарамыз. Енді суымызды дайындаймыз. Суымыз 385 грамм су. Оған 1 ас қасық тұз саламыз суға. Және 2 ас қасық сұйық май құямыз. Ақтап араластырамыз. Ұнымыздың үстіне құйып, жақсылап қамыр илейміз. Осындай қамыр илейміз. Және осы қамырымызды 15 минутқа демалдырып қоямыз. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Енді салмасына сиырдың фаршы және жуаны ұсақтап тураймыз. Ұсақтап тураймыз. Жуамызды турап болдық. Фаршымыз дайын. Енді біз не істейміз? Біз жуаны алып, мынандай марыға тіп саламыз жуаны. Аламыз да бұны жинап алып, бұны сығамыз суын. Қамырымызды енді жаямыз. Қамырымыз дайын болды. Жайып, тұшпарамызды дайындаймыз. Нанымызды жазып болдық. Енді осындай қамыр кесетінмен қамыр кесеміз. Бұндай болмаса, банкымен де кесуге болады. Осылай домалатып кесіп шығамыз. Осылай қылып кесіп алдық қамырларымыздың бәрін. Енді жабыстырамыз. Рахлап тұрып жабыстырамыз. Осындай болады. Қазір екінші вариантында көрсетемін. Бұл басқа вариант.
Так, келесі бізде түшпараны осындай вариантпен жасаймыз. Бұрынғы Совет үкіметінен қалған естелік. Кішкене ұн сеуіп аламыз да, бұған қамырды кішкене шағындау қылып жаямыз. Мықты жұқа емес, мықты қалың емес, орташа қалыңдықта жаямыз түшпараға. Қамырымызды жайып, осындай кішкентайлау қылып фаршымызды саламыз. Әр тесігіне қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, орташа қылып саламыз. Барлық нелеріне салып болдым, барлық көздеріне фаршты. Енді екінші нанымызбен бетін жабамыз осылай. Сәл ғана қолымызбен басамыз. Оқтаумен үстінен басамыз. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Тіркелмесеңіздер, менің арнама тіркеліңіздер. Қазақша контентті қолдаңыздар. Байыса қазақ байысын. Енді бет аударамыз кішкене. Осындай болып шығады. Мынау суға, қайнаған суға салған кезде бұл көбейеді, ісінеді, үлкейеді. Осындай түшпараларымыз дайын болды. Мынау қолмен кескендегі түріміз, ал мынау әдейі кесетін, мынау мен жасаған түрі. Бұны бір айдан 3 айға дейін қатыруға болады. Холодильникке, морозильникке салып қатырып 3 айға дейін сақтауға болады. Сіздермен болған Эльмира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.